Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін адам ағзасына өте пайдалы асқабақтан суп пюре жасаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен сәбіз, картоп, пияз және де осындай асқабақтар керек. Ең алдымен кішкене ғана майымызды құямыз. Одан соң біздің пияздарымызды сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Неге осындай сары түске айналады, осы орайда біз асқабақтарымызды саламыз. Асқабақтарымызды тағы да 5 минуттай жақсылап осыған қуырып аламыз. 5 минуттан соң ұсақтап туралған картоп пен сәбізімізді салып, тағы да 1 минуттай қуырып аламыз. Осы орайда дәміне қарай тұзымызды саламыз. Одан соң мұздай суымызды құйып пісіріп аламыз. Суды көп құйып қоймаңыздар, осылай жартылай болуы керек. Және де қайнап шыққаннан соң бетін жауып, асты баяу отта барлығы езіліп піскенше жақсылап пісіріп аламыз. Неге уақыт өтіп шықты, суы шамалы тартылды және де барлығы осылай езіліп пісіп шықты. Енді блендерімізбен бір массаға жеткенше, яғни пюренің массасына жеткенше жақсылап осылай езіп шығамыз. Неге барлығын блендердің көмегімен езіп алдық, осы орайда сливки құямыз. Міндетті түрде сливки 10%-дан жоғары болуы керек. Соны да қадағалаңыздар. Сливкиімізді құйып, тағы да бетін жауып 5 минуттай қайнатамыз. Неге достар, біздің асқабақтан өте дәмді, пайдалы болып шығатын суп пюреміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте пайдалы тағамдардың бірі болып саналады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы каналыма міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер.